Ассалаумағалейкум. Менің каналыма жазылып, жақындарыңызға бөлісе кетіңіз. Әбіш Кекілбайұлы. Әбіш Кекілбайұлы 1939 жылы туылып, 2015 жылы дүниеден өткен. 1939 жылы 6 желтоқсан күні Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, бұрынғы Гурьев облысы, Оңды ауылының Мырзайыр деген жерінде туған. Адай руынан шыққан. Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек ері, 2009 жылы. Көрнекті мемлекеттік қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, 2009. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің, Гумилев атындағы ұлттық университетінің, Ақтау, Атырау, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Жезқазған университетінің және Қазақстан Республикасы Әлеуметтік ғылымдар академиясының құрметті профессоры, ақш-тың Кентукки штатының құрметті полковнигі, Маңғыстау, Атырау облыстарының, сондай-ақ республикамыздың бірқатар аудандарының құрметті азаматы, Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік және қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының алғашқы мемлекеттік хатшысы, 1996-2002, парламент сенатының депутаты, 2002-2015. Нақыл сөздер. Адамзат ақыл ойы талай ғажайыптарды ойлап тауып жатыр ғой. Алда небір ғаламат жаңалық ашылар. Бәрібір ең ұлы жаңалық жазу. Одан асқан жаңалық болған емес. Жазудың ойлап табылуы, мәңгіліктің бір жолы мойындалуы. Жазу адам нәсілін ақылды, айлалы етіп қана қойған жоқ. Иманды да ибалы, парасатты да етті. Шын мәнінде ғылым, дін, мәдениет жазудың арқасында пайда болды. Осы арқылы өткен ұрпақтардың құндылықтарымен сусындады, кемелденді. Дәстүр әдеппен, әдет ғұрыппен, мың жылдап қалыптасқан дағдымен күресу есуастық. Бірақ оның бәрін жаңа жағдайға лайықтамай, жаңғыртпай, сол қалпында ұстануға тырысу, өз аяғыңды өзің тұсап, өз қолыңды өзің кісендеумен бара-бар. Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды. Уақыттың өтетіні рас, көп нәрсенің ұмытылатыны рас. Бірақ өмір бір-ақ рет беріледі деген өзіміз білетін қағида бар. Ол қандай заманда, қандай жағдайда өтсе де бәрібір қымбат. Сондықтан өз басым өткенге өкпе жүрмейді деп ойлаймын. Өткенге тек тәубе жүреді деп ойлаймын. Адамдар әділ болса, өмір әрқашан әділ. Өнерде шәкірттік сезімін жоғалтқан адам ұстаз бола алмайды.